Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге кино каналы, және де мен сіздерге Майнкрафттың құпиясын көрсетейін дегенмін. Так, қазір мен сіздерге оны көрсетемін. Ол үшін біз мир создать етеміз. Мен творческийдан көрсетейін. Так, ключқа ми деп жазамыз. Ми деп. Осылай жазамыз. Сосын ойнауды басамыз. Бұл жерде біз яғни бір ауылдан шығамыз қазір. Қазір загрузка өтсін. Міне, біз осындай ауылдан шықтық. Міне, осы жерде біз тура осы жаққа барамыз, осы үйдің төбесінен шыққан соң. Тура осы үйдің, тура мына жерден қазамыз. Осы жерден жерге қарай қаза береміз. Міне, осындай жерге біз тап боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Содан біз осылай алдыға жүреміз. Так, тұрсын. Зомби. Неге емессің? Не осылай жүре береміз. Алдыға қарай. Бұл жерде енді выживать жүрсеңіздер, бұл жерде монстрлар бар. Және де бұл жерде сіздерге егер қажетті заттар керек болса, міне астыға түсесіздер. Астыға түсіп, осылай түскен соң, ең соңында мынандай есік болады. Ашсаңыздар, міне бұл жерде сундук болады. Бұның ішінде осындай заттар болады, бірақ олар өте қажетті деп ойламаймын. Тек қана жем-шөжім аяға қажетті болады. Қалғандары ондай қатты қажет емес. Міне осындай құпия жер. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Сосын бұдан бұлай жүріп осылай барсақ, алдымыздан осындай нәрсе шығады. Кітапхана болады ішінде. Бірақ кітапхананың ішінде қажетті нәрсе жоқ. Сосын бұл жерден шығып, мына жаққа бармайсыздар. Осы жерге барсаңыздар, астыға түсетін жол болады. Ал бұл жерден өтіп, келген соң оңға бұрылсаңыздар, міне осындай портал шығады. Драконға апаратын. Ал бұл жерден монстрлар шығады. Бұл портал арқылы сіздер драконға аласыздар. Ал бұл жерде түкте жоқ. Яғни осы жерде дракон портал істетейік, көрсетейін. Ол үшін тура осылай қою керек, әйтпесе шықпай қалады кейбіреуінде. Міне осындай портал шығады. Сосын ішіне кіресіздер. Не обычный портал, дракон порталы. Міне, ондай болса, мен видеомды аяқтаймын. Және де каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.